Так, biz Babiyek'e girip geldik. Bu жерде балдар отырады. Ассалаумағалейкум. Қандайсыңдар балдар? Жақсару, ишеңер болды ау? Жақсы. Атыңыз кім болады? Атыңыз сұрақ қойыңыз. Атым Байсалбек. Атыңыз Байсалбек. Бұл жақтықыч? Бұлардың аты Жұмабек. Бұл мастер сварщик болады. Сварщик бе? Бұл жерде не іш қыласыңдар? Ошол неме бойынша кадр тарып келдім эле, съемканы айдапчы. Не іш қыласыңдар? Бұл жерде біз гүмүделене деп қойдық, пожар. Квартираларда білесіңер, квартираның ішінде көрші болған болады, жіптіктарды шығарып кетіп үшін. Ошоны нәрсе жасайбыз біз, одан келісінше. Бұл жақтан алып шығасыңдар бұл тарақтан? Бұл жақтан біз алып шығамыз, бұл әрбір этаждарға өзінше кіреді. Әрбір этаждарда решеткасы болады, клапан жайғасады, су жақтан мотор болады, шахтада. Өт болғанда сразу үш нәрсе тартып жібереді. Сантехниканы да сілер қыласыңдар? Бұл сантехника жақтарда группаға, екінші группаға жетеді, бұл сантехника, бұл баяғы үстіксі, мұздақсы, душ тұштарға кіретін несі. Бұл бағыт тойлықсың канализациясы. Да, не жұмыс қыласыздар? Ошоны білейін деп кадр қылыпындай. Елге съемка алып келгенмін ошо. Қырғыз мигранттары Москвада қандай иштейт, неме иштейт, ошоны білейін дегенмін. Biz özümüzde 3 grupa var, 3 grupa işlet. Birinci grupamız montajnik ventilasyon boyunca işlet, ikinci grupamız santexnik boyunca işlet, üçüncü grupamız plotnik. Bu kvartiralarında böyle sektör boyunca bu komnatalar. Bu Перегородка biliyorsunuz be? Bu Перегородка komnata şu sektör boyunca işlet. Жақсы, ишиңер жақсы екен. Бұл жерде қандай болды бұндай? Айлық кирешеңер, айлық манайыңар қандай болды? Бұл жерде әрбір иштің өзінше ақчасы болады. Бұл вентиляцияның өзінше, сантехник өзінше, плотниктер өзінше. Плотниктердің өзінше объем іш бар. Вентиляциядан объем іш бар, бізде алдыр аклар. Сантехниктерде аклар. Акладқа іш бар. Акладқа шоны қанша келісімдерде трудовой договор түзіп тұр іш қыласыңдар да? Келісім түрде трудовой договор. Официальный. Келісім түрде трудовой договормен іш қыласыз. Ақшасы өзінің уақытында түседі. Жақсы тұрбай, ошу көп жарандардан, мигранттардан сұрау келетін мен жаққачы, ошу көпчеде кидала болып, нем болтады депші, официальный іш табылбайды деп. Официальный іште бар екен ғой, іштесе болудай ғой, жақсы еле ғой. Официальный іштесе болады, көбінше официальный іштердің үстіне айық майнасы аздырақ болып қалады, кейде көбірек болып қалады. Сіздердікі қанша мысалы? Бізде құдаға шығын, мәселенше 60 миллион жат айына. Сантехниктерді алдан көбірек, сварщиктерді далын көбірек. Баяқы өнерің болсаң, ақшаны көр аласың, өнерің жоқ болса ақшасын назар аласың. Шондой даража қарап тұрып деген? Даража, іштеген қолында шығын қарап ақсағасын. Мына ушундай мигранттар ар кимде өзүнүн специалист немеси болсо, ошого жараша айлык чыгып чыгарып берет экен да бул жактан. Ушундай экен. Эч нерсени билбегендер кандай болот? Ал болот да айлык. Эми эч нерсени билбеген балдар бар, ал фасовик деп коет. Баягы мастер адамдарга жардам берет. Булардын айлык байланасы 40 миңден 50 миңге чейин болот. Эми плотниктерге неме жардамчы бар да, 30 миңден 40 миңге чейин болот. Сварщикты окуп, вентиляцияны жатка билип иштегендерге айлык көбүрөөк. Азыр көп жерде билесеңер, чоң окууга эле окуй берет. Мына Кыргызстанда матч окуган, сантехник боюнча окусаңар, Москвада көп финалдайт, архитектураны билсеңер. Көбүнчө адамдардын өзүнүн кызыкчылыгына караш керек. Окуйт десе, ата-энеңерди кыйнабай, мына просто окусаңар, Москвага келсеңер, өзүңөр жейт бар, тамак ашып аласыңар. Эң жакшы сүйлөдүңүз. Туура айтасыз. Жакшы. Өзүң бул жака не форма менен кирипсиң, сен кайсы эмеден болосуң? Мен жөн эле съемка кылып эле келгем. Анан ал охранадан прорабтар менен сүйлөшкөн болсам, форма кийип ал деди да. Ушундай стандарттын неме экен го. Кийиш керек экен го. Бул жакта кийиш керек. Форманын бар жеринин өзүнүн эрежелери бар. Жакшы экен, жакшы формалар экен ушундай. Ушундай формалар жаңы берет экен ишке киргенде. Ушул официальный турда иштеп жумуш кылсаңар болот. Бул жерде ишке киргенде, жаңы киргенде документтерин толук аласың, андан кийин өздөрүнүн формасын берет, бул кийимден башка нерсени берет. Сварщиктер сварщиктин формасын берет, берки адамдарга сантехниктер өздөрүнүн формасын берет. Жакшы турбайбы? Ошо мен жаңылап берди ошо. Сизге сварщиктин формасы кийип алгансыз, кандай форма? Мен универсалмын, сварщикта болуп иштей берем. Келе сварщик болсо мен өзүм монтажный вентиляция. Жакшы турбайбы? О сварщикке барып кичине неме алсак сөздөн.
Так, assalomu alaykum. Алейкум Qanday ishlaringiz bo'ltami? Yaxshi. Niye svorka o'tasizmi? Yaxshi, ayoy. Bunday son qo'yib qarag'achi bunday keltirib. Bu yerda o'zining ishi bor ekan, spesial jasab olamiz. Buni vartet etasiz, vartet qo'yasizmi o'ziga? Ha, bunu kısa kılıp kulak koyuyorsak yek özünün заводской жоқ та bunun. Самоделка қылып өз-өзін неме істерген де бұл, Жақсы істей беріңіз. Шундай қырғыз елі, қырғыз халқы шундай іштешет бұл жақта мигранттар. Айлық манаясы барча жақсы, барча билгендей, ар ким өзүнүн ишин билип кыла берет. Сантехниктер отдельный, вентиляция отдельный, сварщиктер отдельный. Ушул жаңы дондор түшүптүр. Мына көрсөтөбүз, аз сиздерге корп тур экен, жаңы мындай алып туруп монтаж кылып түшүрүшөт экен. Кыргыздардын колунан көп нерсе келет экен, кыскасы. Аябай жакшы иштешет экен. Мен дагы өзүм көрүп сүйүндүм. Шундай иштерди иштеп атат биздин мекендештерибиз. Бул жакта өтө эле бий экен бул жак. Бул жакта иштеп атышат. Карагылачы, касып болду. Өтө эле бий экен. Бул значит лифт экен, бул ар бир немеге ушундай инструменттерин, материалдарын алып чыгып бере турган отдельный специальный лифт экен. 14-чі этаж деп турат. Карагылачы мына жаңы түшкөн дондор. Аябай бийик. Шундай жерде кыргыз мекендештерибиз эмгек кылып иштешет экен. Бул жерде айлык мынай жакшы. Айтмакчы, булар 3 маал тамак ашы менен экен. Завтрак, обед, ужин. Ошонун ичине мен сурадым. Bir айына булар оклад кылып 60 000 договор кылып киришкен экен. Ошонун ичинен 7 000, 8 000ге жетпеген акча кармап калат экен тамак ашына. Калгандары өздөрүнүн картасына, картасы жокторго наличка кылып шундай берет. Шундай иштесе болот. Şunday şunday bölge tutuşuyor. Bu syomkаны бүтүрөбүз. İkisinde başka bekte başka spesialistler menen mayak kılabız.